Бүгінгі өтетін тақырыбымыз бізде дискрет кейстік шаманың дисперсиясы. Бізде мынандай кейстік шаманың үлестірім қатары берілсін. Егер осы үлестірім қатары берілген болса, онда біз қалай дисперсияны табу керектігін көрсетейік. Ол үшін сіздер былай істейсіздер. Мына кестені көшіресіздер. Тағы бір кесе саласыздар, дәл осындай. Бірақ та қараңыздар, кестені көшірген кезде жай ғана көшірмейсіздер, мына жердегі кездейсоқ шаманы квадраттайсыздар, әрқайсысын. Яғни мына жерде бізде x кездейсоқ шаманың квадраты, сәйкесінше x1-дің квадраты, x2-ның квадраты, тағы сол сияқты xn-ның квадраты. Ал ықтималдықтарын көшіресіздер. p1, p2 және pn. Сосын осы жаңа пайда болған үлестірім заңының математикалық күтімін табасыздар. Математикалық күтім. Ол бізде m. Мұнда бізде x-іміз x квадрат болды енді. Тең. Математикалық күтімі деген бізде ол кейстік шаманың сәйкес ықтималдығына көбейтінділерінің қосындысы. Яғни x1-дің квадраты көбейтілген p1-ге. Қосылған x2-ның квадраты көбейтілген p2-ге. Қосылған тағы сол сияқты xn-шінің квадраты көбейтілген сәйкес ықтималдығына. Сосын сіздер аласыздар да мына жердегі тұрған үлестірім қатарының математикалық күтімін табасыздар. Яғни мына жерде тұрған x кейстік шаманың математикалық күтімін табасыздар. Ол бізде дәл жаңағыдай mx тең x1 көбейтілген p1 қосылған x2 көбейтілген p2 қосылған тағы сияқты xn көбейтілген pn. Енді дисперсияны табуға болады. Дисперсия былай табылады. Дисперсия оны d әрпімен белгілейді. Жақшаның ішіне біз бастапқы мына жерде тұрған әріпті жазамыз, яғни x кейстік шамасын тең. Мынадан азайтасыздар мынаны. Яғни m x квадрат азайту, бірақ та мына жердегі математикалық күтімді квадраттайсыздар. Яғни m x-тің квадраты. Пайда болған сан, ол сіздерді x кейстік шаманың дисперсиясы деп аталады. Енді қасиеттерін айтып кетейік. Бірінші қасиеті дисперсияның. Кез келген тұрақты санның дисперсиясы ол нөлге тең. Екіншісі. Егерде дисперсияда тұрақты сан кейстік шамаға көбейтіліп тұрса, онда мынаны шығарған кезде ол квадратталып шығады. c квадрат көбейтілген dx. Үшіншісі. Екі тәуелсіз кейстік шамалардың қосындысының дисперсиясы олардың жеке-жеке дисперсиялардың қосындысына тең. dx қосылған dy. Сәйкесінше екі кейстік шаманың
айырымының дисперсиясы, яғни тәуелсіз олардың жеке-жеке дисперсияларының айырымына тең. Енді мысал қарастырайық. Бізде мынандай мысал. X кездейсоқ шамасының үлестірімі заңы кестемен берілген, табу керек. Математикалық күтімнің дисперсиясын және де мынандай кездейсоқ шаманың математикалық күтімін және мынандай кездейсоқ шаманың дисперсиясын табу керек. Шешу. Алдымен математикалық күтімін табайық. M от X тең ол үшін біз ықтималдықпен сәйкес кездейсоқ шаманы көбейтіп қосамыз. 2 көбейтілген 0,3 қосылған 3 көбейтілген 0,1 қосылған 4 көбейтілген 0,5 қосылған 5 көбейтілген 0,1 тең. Так, кәне есептей қойық. Бізде болады 0,6 қосу 0,3 қосылған 2 қосылған 0,5 тең нешеге? Жаңа айтып отырмыз, тең нешеге? 3,4. Математикалық күтімін таптық. Енді дисперсияны табайық. Дисперсияны табу үшін бізге мына кестені қайтадан көшіру керек. Бізде 1, 2, 3, 4 санымыз. Бізде кездейсоқ шаманы квадраттаймыз, ал ықтималдықтарын қалдырамыз. Сонда кездейсоқ шаманы квадраттаған кезде бізде болады сәйкес сандарымыз 2-ның квадраты 4, 9, 16, 25. Ал ықтималдықтарын көшіреміз. 0,3, 0,1, 0,5, 0,1. Енді осы кестемен берілген x квадрат кездейсоқ шаманың математикалық күтімін табамыз. Так, m x квадрат тең 4-ті көбейтеміз 0,3-ке қосу 9-ді көбейтеміз 0,1-ге қосу 16-ны көбейтеміз 0,5-ке қосу 25-ті көбейтеміз 0,1-ге. Ол тең. Так, 1,2 қосу 0,9 қосу 8 қосу 2,1. Қане есепке қойыңыздар, неге тең? Жақсы. Енді біз осы дисперсияны табайық. Дисперсияны тең. Ол бізде мына x квадрат кездейсоқ шаманың математикалық күтімі mx квадрат азайтылған математикалық күтімі мына x кездейсоқ шаманың квадратта тең. Так, сонда бізде мынауымыз бізде 12,6-ға тең. Азайту m от x-тің квадраты, яғни m от x-іміз бізде болды 3,4-ге тең. Соның квадраты тең.
12,6 азайту неше болады мына квадраттаған кезде? 11,156. Ал азайтқан кезде нешеге тең сонда? 1,104. Жақсы. Дисперсияны таптық. Енді табайық мына оқиғалардың және мына оқиғалардың математикалық күтімі мен дисперсиясын. Мына нәрсені айта кетелік. Дисперсия жалпысы не үшін керек десеңіздер, дисперсия қараңыздар. Ол бізде мына кейсоқ шаманың былай айтқан кезде жақсы не жаман айтады. Неғұрлым нөлге жақын болса, онда ол жақсы болады. Ал нөлден алшақтай беретін болса, қатты алшақтайтын болса, ол былай айтқан кезде нашар кейсоқ шама деп айтады. Так, математика күтімін табайық. М 2х қосылған 5. Оны сіздер білесіздер. Бұны ашқан кезде бізде болады әрқайсысын жеке-жеке аламыз. 2х қосылған м ат 5 тең. Мына жерде 2-ні шығарып жібереміз. 2 көбейтілген mx қосылған, ал тұрақты санның математикалық күтімі ол тұрақты санға тең. Енді мына m at x-ті қойып, орнына бізде ол 3,14-ке тең болды. 2 көбейту 3,14 қосу 5. Кәне есептеп орыңыздар, неге тең екенін айтыңыздар. 11,18. Жақсы. Енді дисперсияны табайық. Дәл осындай оқиғаның d2х қосылған 5 тең. Бізде білесіздер, онда қосынды түрінде берілсе, онда жеке-жеке табамыз дисперсиясын. 2х қосылған d5 тең. Мына жерде 2 алдына шығып кетеді, бірақ ол шыққан кезде квадратталады. 4 болып кетеді. 4dx қосылған. Ал тұрақты санның дисперсиясы неге тең дедік жаңа? 0-ге. Енді қойық мына жерге дисперсиямызды. Дисперсия бізде мынау 4 көбейту 1,104 тең 4,116. Барлығын есептеп болдық. Енді жауабын жазайық. Жауабы бізде m at x-іміз мына жерде сұралып тұрғаны, ол бізде 3,14-ке тең болды. Дисперсиямыз тең болды 1,104-ке. Математикалық күтімі 2х қосылған 5-тің тең болды 11,18-ге. Ал дәл сол оқиғаның дисперсиясы тең болды 4,116. Есеп аяқталды.